Сырдың бас қаласының сәулетіне сән, келбетіне көрік қосқан құндылықтар ордасы. Ұлт тарихындағы ұлы-аналарымызға деген құрмет пен ризашылықтың көрінісі. Өткеннің өнегесін өскелең ұрпаққа дәріптеген тәрбие мектебі. Әйел аналардың уақыт талабына сай үздіксіз дамуына жағдай жасайтын мүмкіндіктер алаңы. Анаға тағзым, белесі биік бір жыл. Енді ғана тәй-тәй басқан орталық үшін өткен бір жылдың белесі расымен биік. Жақсылықты шақырат демекші, Сыр өңіріндегі іс-сапар аясында ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев аймақ арулары мен аналарының рухани шаңырағына арнайы аялдап, отбасылық құндылықтарды нығайту бағытындағы байыпты бастамаға оң бағасын берді. Орталық аз ғана уақыттың ішінде Сыр аналары маңдай тіреп келетін құтты мекенге айналды. 25 мыңға жуық адамға қызмет көрсетілді. Қыз-келіншектер талғамы мен қызығушылығына қарай Береке аспаздық студиясы, Мирас әжелер клубы, Бойтұмар қыздар клубы, Ана тілі дебат клубы, Жас отау жас отбасылар клубына тұрақты мүше болып, кәсіби мамандардың инсайтқа толы шеберлік сағаттарына қатысты. Ал Шамшырақ фото-бейне студиясы орталықтың көзі, құлағы һәм тілі. Бір шәугім шай, апатайым, тілге тиек, бір толқында, сол құрбым, этикет әлемі, әжемнің ертегісі. Бұл әлеуметтік желінің шексіз мүмкіндігін ұтымды пайдаланып жүрген Анаға тағзым орталығының төл өнімдері. Ұлттық құндылықтарымызды ұдайы насихаттап, өскелең ұрпаққа рухани адамгершілік қолдау көрсетуде. Әлеуметтік желіні тәрбие құралына айналдыруда аталмыш жобалардың маңызы зор. Әке, ана, бала үштік одағының ынтымағын арттыру бағытында орталық озық жобаларды жүзеге асыруда. Анаға тағзым бастамасымен облыста алғаш рет Ой-төбе отбасылық зияткерлік квест ойын өтті. Ұлттық құндылықтар мен мәдени мұраны насихаттап, жергілікті дизайнер тігіншілердің креативті кластерлік жаңа жүйесін қалыптастыруға негіз болған этно-фэшн сән үлгісі фестиваль ұйымдастырылды. Ұлықты әйел ұлт ұйтқысы атты аймақ әйелдерінің ашық есік күндері, брендке бір қадам сауда көрмесі, балалардың демалысын тиімді ұйымдастыру мақсатында тынығу лагерлерінде, тұрғын үй аулаларында өткізілген даму лифт, креатив урбан тур жобалары, орталық базасында ұйымдастырылған танымды шаралардың тағы бір парасы. Орталықтың басты ұстанымдарының бірі қарапайым еңбек аналарының өмірін жас ұрпаққа насихаттап, үлгі ету, отбасы құндылығын дәріптеу. 40 жыл қой баққан шопан, күніне 90 сиыр сауған сауыншы, хат тасушы, шина шебері, айнадай қаламыздың ажарын арттырып жүрген тазалық сақшылары, балықшы, аспаз секілді қоғамның сан түрлі саласында жемісті қызмет етіп жүрген әйел аналардың еселі еңбек жолын өнегелеу орталық базасында жарасымды жалғасын таба бермек. Ұлт тарихындағы ұлы аналарға шексіз құрмет пен ізгі ниеттің белгісі болған Анаға тағзым орталығының алғашқы белесі алғаусыз алғыс, риясыз көңіл, әсерлі сәттерге толы. Көпшілік бойына рухани қуат, адамгершілік тәрбие, тың серпін, сарқылмайтын энергия сіңіру бағытындағы игі бастамалар жарасымды жалғасын таба бергей. Анаға тағзым, ұлтқа тағзым.